Сейілхан Асқарбек Ақылшаұлы 1950 жылдың 1 ақпанында Жамбыл облысы Қордай ауданында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан Республикасы журналистер және театр қайраткерлері одағының мүшесі. 1973 жылы Құрманғазы атындағы өнер институтын театр және киноактер мамандығы бойынша бітірген. 1973-1995 жылдары Қызылорда облыстық Нартай Бекежанов атындағы Қазақ драма театрында актер, директордың орынбасары, директор қызметтерін атқарған. Қызылорда театрының сахнасында 100-ден аса қойылымдарда басты негізгі рөлдерді сомдаған. 1995-2010 жылдары Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамы Жамбыл облыстық филиалында режиссер, редактор, комментатор шолушы, директордың орынбасары, бас редактор қызметтерін атқарды. 2010-2013 жылдары Жамбыл облыстық Қазақ драма театрының директор қызметін атқарды. 2013 жылдан бері Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің өнер және мәдениет кафедрасында аға оқытушы, әрі Жамбыл облыстық Қазақ драма театрында актерлік қызмет атқарады. Қаны таза адам, жаны таза болады дейді. Қазақтар нағып жеті атаға толмай қыз алысып, қыз беріспейді. Неге? Өйткені оған дейін егерде қыз алысып, қыз берісетін болса, ұрпақ азат, азғындайды. Мысалы, басқа мынау ағайындар бар, өзіміздің туысқан ұлттар. Емшек ембесе, ағасының қызын, қарындасының қызын, ұлын бір-біріне үйлендіре береді. Емшек ембесе болды дейді. Ал қазақта жеті атаға толмай, ол бір-біріне қыз алыспайды. Сонда жеті атаға толғаннан кейін барып қана қаны таза болады. Мықты ұрпақ пайда болады өмірге. Таза адамдар өмірге келеді. Мінекей, осының барлығы біздің халқымыздың, ұлтымыздың әріден ойлайтындығы және данышпан халық екені, өте мықты, көреген халық екендігін білдіреді. Қарап отырсаңыз, қазақ жылқы мінезді істейді. Жылқы да сондай. Жылқы еш уақытта өзінің жаңағы емшек емген жаңағы анасына шаппайды. Өйткені бұл да жаңағы тазаған, нағып тазағанды, арғымақтарды тазағанын іздейді. Өйткені олар алысқа шабады, қаны таза болады, күшті болады, мықты болады. Мінекей, бұның барлығы біздің ұлтымыздың мықтылығы. Ал енді кеше мысалы есікте алтын адамды қазып алдық қой. Сонда қарап отырсаңыз, алтын адамның жаңағы 500 бәленбай ма алтын, құйма алтындар, таза, саф алтын. Соны қандай жасаған? Қандай керемет жасалған? Оны қазір технология дамыған заманда сол құйылған алтынды жаңағы алтын адамның әрқайсысын мына жеріндегі жасаған кішкентай әдемі алтындар бүгінгі технологиямен тура сондай құйып жасай алмайды екен. Міне, сол біздің ата бабаларымыздың ертедегі біздің ғұндардың, сақтардың, қайсақтардың міне технологиясының дамығаны. Біз соған әлі жете алмай жатырмыз. Қазір біз дамып кеттік, мықтымыз дейді. Ал соны, сол алтын адамның үстіндегі жаңағы алтындарды тура сол қалымда, тура сондай әдемілікпен, сондай тазалықпен әлі құя алмайды. Мінекей, сонда осы халықты сонда оқымаған, білмейтін, дамымаған деп айта аласыз ба? Айта алмайсыз. Мінекей, біздің ұлтымыздың, халқымыздың ұлылығы, данышпандығы және сауаттылығы, білімділігі керек десеңіз, бәрі осында. Ал бірақ бізді қаншама ел, қаншама халық бізді иледі, қаншама халық бізге қарсы соғыс ашты. Жоңғарлар 300 жыл бойы бізді билеп төстеді. Орыстар 300 жыл бойы ол биледі. Қоқан хандығы 200 жыл биледі. Көрсетпеген жоқ. Неше түрлі салық салды, қырды, жойды. Мына Орыс империясы қалай келді? Мінекей, кешегі 93 жылға дейін, 90 жылға дейін Орыс империясының қол астында болды. А біздің қаншама қаймақтарымызды, 25 мың адамымызды атып тастады. Қандай қаймақтар кетті? 100 мыңдаған адамды жер аударып, анау Колыма ма? Сібірге айтады, ит жеккенге жіберді. Соның өзінде міне аман қалдық. Соның өзінде әлі өйткені ол неге біз аман қалдық?
Біз өйткені соғыс құмар емеспіз. Біз ешкімге барып тиіскен жоқпыз. Ешкімге біз барып жаңағы соғыс ашқан жоқпыз. Біз өзімізді өзіміз қорғадық. Өз халқымызды қорғадық, жерімізді қорғадық. Ата бабамыздың мына жерде қаны төгілген жер біздің жерімізде, осы жер үшін айқастық. Құдай да аққа айтады ғой, аққа Құдай жақ деп. Құдай бізге жақтасты. Құдайға шүкір. Қазақстан қазір мінекей 70 мемлекеттің ішіндегі мықты мемлекеттердің бірі болып есептелініп отырмыз. Жер көлемі жағынан 9-шы орындамыз дейді. 9-шы орындамыз. Бірақ сол байлықты әлі пайдалана алмадық. Өйткені біздің әлі жаңағы қаймақтарымыздың бәрі ана 25 мың адамның ішінде кетіп қалды. Мықтылардың барлығы. Қан тазару керек. Бірақ Құдайға шүкір, қазір жерімізде соғыс болып жатқан жоқ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда дегендей біреуден ілгері, біреуден кейін жүріп жатырмыз. Ал енді 50 миллион, 70 миллион халқы бар. Жері жоқ, мемлекеті жоқ, астанасы жоқ елдер бар. Далада жүрген. Өзінің жаңағы туы да жоқ, ақшасы да жоқ. Тәуелсіздік дегенде ең бірінші ақша, жалауың, туың, әнұраның, міне, жерің, тілің. Осы критерийлер тұрған кезде біздің халқымыз, біздің еліміз, тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп тұрмыз ғой. Құдайға шүкір. Жеттік, амандық болса онда тойларымыз. Одан кейін тағы да арғартай жалғасар өмір бітік қамас. Бірақ ең бастысы біздің өзіміздің төл теңгеміз бар, туымыз бар, жеріміз бар, мемлекетіміз бар, астанамыз бар, 19 миллион халқымыз бар. Осының барлығы біздің байлығымыз. Тек осыған ие болып, осыдан ши шығармай, осы халықты аман есен осындай өткелек кезеңдерден аман алып өтетін басшыларымыздың Алла соларға нысап берсін. Бұл жастар қазір өте білімді, жастар өте сауатты. Бірақ сауатты болғанда жастарды қазір тәрбиелеп жатқан ата-ана тәрбиелеп жатқан жоқ. Мектеп білім беріп жатыр. Оның да тәрбиесі қандайлық екенін білмеймін. Бізді қазір телефон тәрбиелеп жатыр ғой, жастарымызды. TikTok тәрбиелеп жатыр. Өзбекстан мысалы TikTokқа тыйым салды деп жатыр. Өйткені адам қазіргі жастардың өз ойы, өз пікірі қалыптасу керек. Жастар қазір өздерінің пікірі емес, басқа біреудің пікірімен, басқа біреудің ойымен жүретін болды. TikToктың ойымен жүреді. Мына телефонның несімен жаңағы ойлайтын болды. Соның тілімен сөйлейді. Қазақтың музыкасымен сөйлеу, қазақтың әуенімен сөйлеу, қазақтың тілімен сөйлеу, қазақтың бай тілімен сөйлеу қалып барады. Жастарға қазір менің айтарым, егерде біздің тіліміз қандай бай тіл, қандай құнарлы, қандай әлемдегі ешқандай үні, қоңыр үннің өзін айтсаңызшы. Мінекей, осы тіл жойылып кететін болса, тіл жойылса, біз жойыламыз. Расул Ғамзат деген Абардың ақыны бар. Егер менің тілім ертең өлсе, өлетін болса, мен оданша бүгін өлейін дейді. Ал енді тілді өлтірмеу, ол мына бүгінгі жастарға байланысты. Біз өзіміздің брендіміз жасауымыз керек. Өзіміздің ұлттық колориттерімізді жоймауымыз керек. Біз қашанғы Шәмші жазды, Құрманғазы күй жазды, Ескендір Хасанғали айтты. Солардың әуенімен, солардың үнімен, солар жазды деп, солармен әлгі қазақта айтады ғой. Жақсы екен жаман балаға 40 жыл азық деп. Соны қашан азық қыламыз? Бұл жастар өздерінің азығын өздері жасау керек. Осы жастардың ішінен шығады. Осы жастардың ішінен шығу керек. Өзінің мінекей жұлқынып шығатын композиторлары, жұлқынып шығатын Қалқаман Сарин сияқты, жаңағы Ерлан сияқты, Жүніс сияқты сондай
мықты ақындар, мықты әншілер, Димаш сияқты. Егер Қазақстанда Құдай-ау, Димаш сияқты 10 әнші болса, ол Димаш сияқты елін сүйетін, жері сүйетін, халқын сүйетін 10 жігіт болса, қандай ғажап болар еді. А неге болмасқа? Кімнен келіп? Осы Тараздың небір мықты әнші, небір мықты ақын жігіттер шығып жатыр ғой. Соны ары қаратай қолдайтын үкімет, билік керек. Жергілікті билік соларды қолдау керек. Ол сенің шапқан бидайыңмен, орға қазбаған кәртішкеңмен, жинамаған пиязыңмен емес, мемлекеттің құндылығы өлшенетін. Ол сенің әдебиетіңмен, мәдениетіңмен, спортыңмен, діліңмен сайысқа түседі әлем алдында. Кәртішкеңмен түспейді. Пияз бренд бола алмайды. Қымыз бренд бола алмайды. Қымызды елдің бәрі ішпейді, қазақ ішеді, қырғыз ішеді. Оны елдің бәрі іше бермейді. Біздің қымызымыз бар, анауымыз бар. Олай емес. Біздің біліміміз бар, біздің мынауымыз бар. Сондай іліммен, біліммен осындай нәрселерге мемлекет соны назарға алу керек. А бізде қалай? Бізде басқаша. Бізде кім ақша берсе, кімнің қай жерден ақша болатын болса, содан бізге не түседі деп ойлап отырады. Бізге бірдеңе қалама деп. Олай ойламау керек. Беру керек. Қазақ айтады ғой. Алаған қолын бере келді.